Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен мына доллар гүлін, замяк ульkas гүлін пересадка жасайын деп отырмын. Қараңыздаршы, мына жерде горшогы сынып қалған. Әр су құйған сайын осы жерден ағып кетеді, және ол ыңғайсыз болып кетті. Одан кейін неге мына доллар гүлі барлығы былай қарап қалған? Білесіздер ме? Егер білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Кім, егер сол комментарийда дұрыс тапқан болса, мен соған бөлме гүлдері курсын тегін беремін. Негізі бөлме гүлі курсын мен 3000 теңгеден үйретемін. Кім дұрыс тапқан болса, соны бөлме гүлдер курсына мен тегін қатыстырамын. Және тағы да бір айта өтейін дегенім, менің мына бөлме гүлдер доллар гүлінде, қараңыздар, пересадка жасап топырағын ауыстырмасам болмайды. Міне хлороз ауруы болып жатыр. Хлороз ауруы деген осындай болады. Міне көрдіңіздер, мына жилкалары жасыл, қалған жерлері сары болады. Міне байқалып тұр ма сіздерде? Қазір анығырақ көрсетейін. Міне. Көрініп тұр ма? Мына жилкалары жасыл да, мына жерлері. Ал қалған жерлері ашық жасыл болып тұр. Мына жерде де белгілі. Міне хлороз ауруы деген мынандай болады. Көрінді ма? Қараңыздар. Мынандай жасыл болады да, мынандай. Қалған жерлер осындай ала болып. Бұл дегеніміз, бұл гүлге микроэлементтер жетіспей жатыр деген сөз. Бұл хлороз ауруынан енді біз қалай емдейміз? Мен мына жерде мына тыңайтқыштарды көрсетіп қойғанмын. Бұл тыңайтқыштарды маған заказ берсеңіздер болады. Мен почта арқылы салып жіберемін. Мен бұл хлороз ауруына 9 микроэлементов осы тыңайтқышпен емдеймін. Бұның ішінде, мына қараңыздар, 9 түрлі микроэлемент бар. Мына железасы да, магний, калий, кальций барлығы бар. Міне одан кейін мен мынаны қолданып жүрмін. Міне живая удобрение. Қараңыздаршы, защита и стимуляция роста. Бұл қорғайды тамырын, бактериальный және грибковый аурулардан тамырын қорғайды, және бұның несі өсуіне септігін тигізеді. Одан кейін өсуі тоқтап қалған гүлдер, ешқандай да причинасын таппай жүрсеңіздер, себебін мына жерде мына биостимулятор деген мына тыңайтқыш бар. Бұл өсуіне септігін тигізеді. Сонымен қоса мынандай менде мына скорая помощь деген тыңайтқыш бар. Бұл органический. Бұл да тамырын жаңағыдай грибковый бактериальный аурулардан қорғап тұрады. Және де бұдан да бөлек менде тыңайтқыштар бар. Мен сіздерге ең маңыздысын ғана қазір мен заказ жинап отырған едім. Сол заказдағы жиналатын тыңайтқыш препараттарымды көрсетіп отырмын. Мына жерде мына орхидея гүліне арналған спрей. Қараңыздар, янтарная кислота. Бұл орхидеяның жапырағын қатайтып, одан кейін блеск береді, одан кейін витаминдері бар орхидея гүлінің гүлдеуіне, соларына әсер ететін спрей. Осындай заттарға маған тыңайтқышқа, осындай препараттарға эпин, циркон, мынау фитоспорин. Үнемі айтып жатамын, мен фитоспорин бұл барлық тамырының ауруларын емдейді деп. Мына для лечения и профилактики грибковый и бактериальный болезни. Көрдіңіздер ма? Бұл тамырындағы болатын грибковый және бактериальный ауруларды емдейді. Бұл препарат. Сонымен қоса, мына қыздар, мына қараңыздар, қанша түрлі мына жерде угілі қосылған древесный, 7 түрлі қоспасы бар, профессиональный агробальт торф қосылған. Мынандай осындай гүлдің топырағына заказ берсеңіздер болады. Мен осылай өз қолмен барлық қоспаларын қосып, дайындап, сіздерге почта арқылы салып жібере аламын. Заказ беру үшін маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен экранға WhatsApp номерімді қалдырып кететін боламын. Сол жерге жазсаңыздар болады. Агробальт дегеніміз не, мен қазір суретін шығаратын боламын. Ол профессиональный верховой торф. Ол тек қана үлкен көлемде 250 литрлік көлемде ғана сатылады. Ол кез келген бөлме гүлдер дүкенінде жоқ. Қараңыздар, қаншама қоспасы бар. 7 түрлі қоспасы бар. Осындай топыраққа маған заказ берсеңіздер, осылай өз қолыммен дайындап, мен жасап беремін. Гүлдеріңіз керемет өсетін болады. Енді мынау доллар гүлін қараңыздар, қандай горшоктары да сынып кетіпті, топырағы әбден уже құнарсыз болып кеткен. Қараңыздар, күл сияқты болып кеткен. Сонда да мына жерде стрелкасын шығарып келе жатыр екен. Бұл хлороз ауруы болып жатыр. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, хлороз ауруы дегеніміз қандай? Микроэлементтер жетіспесе. Мына 9 микроэлементті осы тыңайтқышты қолданатын болсаңыздар, сіздерде хлороз ауруы болмайды. Мынау живая удобрение менде бірақ штук қалды. Бұл енді қашан келетіні белгісіз. Негізінде маған заказ берген адамдарға мен осы екеуін алмастырып, алма-кезек беріп отыруға кеңес беремін. Себебі біз тек қана органический, декоративный, лиственный деген бірақ түрлі тыңайтқыш алып аламыз да, болды соны бере береміз. Ол дұрыс емес, достар.
негізі адамдар сияқты бұлар да әртүрлі витаминдерді талап етеді. Сол сияқты негізінде гүл өсіретін адамдарда бір 3-4 тыңайтқыш болу керек, алмастырып алма-кезек беріп отыратын. Енді мен мына доллар гүлін пересадка жасайтын боламын. Мен бұған мынандай горшок алып келдім. Мына түбін тестім. Мына осындай керемет топыраққа. Мына камера беріп тұрған жоқ негізінде. Бұның құнары енді өте керемет болады. Қараңыздаршы, майдалап қосылған қаншама қоспасы бар, ірідей қосылған қаншама қоспасы бар. Мына заказ беремін десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Доллар гүлі осылай отырғызылды. Енді мен бұған су құймаймын. Мына осылай отырғызылды. Мен келесі видеоларда осыны қисайып тұрған жақты қалай туралағанымды айтып бөлісетін боламын. Егер не үшін осылай қарай майысқанын білетін болсаңыздар, жаңа айтып өткендей комментарийға жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.